Сіздермен бірге сұмдық фильм арнасы. Бүгін мен Мгла фильміне қазақ тілінде обзор жасайтын боламын. Фильмнің басында басты кейіпкер Дэвид отбасымен бірге қауіпті дауыл соғуына байланысты жертөлеге жасырынды. Олар кіргені сол еді, төбедегі бөлмеге тал құлап терезені сындырды. Таңертең дауыл басылып, олар сыртқа шыққанда даланың астан-кестеңі шығып қирап жатқанын көрді. Дэвидтің әйелі үйде азық-түлік таусылайын деп жатқанын ескерткендіктен, ол баласын ертіп супермаркеттен тамақ алуға бармақшы болды. Сонымен қатар олар тау жақтан бір тұманды көрсе де еш күдіктене қоймады. Дэвид баласымен қоса көршісін де ертіп супермаркетке жолға шықты. Олар тамақ алуға кіргенде бет-аузы қан болған бір шал жүгіріп келіп, тұманның ішінде бір нәрсе бар, ол менің досымды жұлып кетті деп елді дүрліктірді. Бірақ араларынан бір адам мен тез кетуім керек деп көлігіне жүгіріп барды. Ол көлікті оталдырып үлгергенше тұман басып қалып, қатты айғайлап артынша үнсіздік орнады. Бағанағы бет-аузы қан болып жүгіріп келген және тұманның астында қалып кетіп айғайлаған адамды ескере отырып, бұл тұманда расымен жамандық бар екенін білуге болады. Бұл жағдайда барлық есік-терезелерді жауып, супермаркеттің ішіндегі азық-түліктерді көмек келгенше орнымен жұмсау қажет, және қаптарды терезеге жақын аумаққа сүйеп қою керек. Себебі бұл терезелердің беріктігін арттырады. Біраз уақыттан соң жер сілкінісі болып, онсыз да уайымдап отырған адамдарды одан әрі шошытты. Дэвид бірнеше адамға сырт жақта біреу есікті ұрып жатқандай дауыс естідім деп айтты. Олар оған біртүрлі көзқараспен қараса да барып тексеріп келуге келісті. Олар қоймаға түскенде жас жігіт тексеру үшін сырт жаққа тым жақындап келіп еді, дереу аяғынан бір құбыжық бас салып сыртқа қарай жұлқып тартқылап алып кетті. Барлығы бірлесе отырып әрең дегенде есікті жауып болды. Дэвид пен қасындағылар адамдарға шығып, расымен де құбыжықтар бар. Бұл жақ қауіпті деп ескертсе де бір тобы сеніп, басқасы әлі де сене қоймады. Сол сенбегендердің арасында Дэвидтің көршісі және бірнеше адам бұл қалжың шоу деп сыртқа шығып кетті. Дэвид осы жолы бәрі куәгер болсын деп сыртқа шығып бара жатқан байгерге беліңе арқан тағып ал деп өтінді. Олар кетіп қалған соң, еш белгі шықпаған соң арқанды тартқанда, олар жарты денесі жоқ адаммен қан болып келген арқанды көрді. Кеш батқан соң олар жарық жағып көріп еді, көптеген құбыжықтар терезенің алдына қаптап келді. Бұны көріп Дэвид бәрін сөндіріңдер деп өшіртті. Олардың ақымақтығының кесірінен бір құбыжық ішке кіріп кетіп, бір адамды өлтіріп басқасының отқа тиіп күйіп қалуына себеп болды. Адамдар не болып жатқанын түсінбей қамалып қалуы және құбыжықтарды көруіне байланысты сезімтал болып кетті. Соны пайдаланып бір сектант әйел елдің басын қатыра бастады. Отқа күйіп қалған адам қатты азапталып қиналып жатты. Дэвид және бірнеше адамдар оған көмектесу үшін дәріханаға баруға шешім қабылдады. Олар дәріханадан қажетті дәрілерді алған соң қайтпақшы болғанда, әскерилердің жіппен оралып тастап өлгенін көрді. Сонымен қатар өздеріне бірнеше құбыжық шабуыл жасап, Дэвидтің қасындағы бірнеше адамдарды өлтірді. Ол уақытта сектанттың бұйрығы бойынша адамдар бұның бәрі әскерилердің кінәсі деп бір әскери адамның көзін құртты. Дэвидтің жанында жүріп барлық мән-жайды білетін бар адам бұл әйелдің сандырағын тоқтату үшін атып тастады. Ол ақымақ тобырдың қасында қалу қауіпті деп шешкен Дэвид және онымен ергендер көлікке отырып кетіп қалды. Көлікке бара жолда бірнеше адамдар құбыжықтар тарапынан шабуылға ұшырады. Дэвид жолда өз әйелінің де өлгенін байқап қайғырды. Олар жанармай қай жерге дейін жетсе, соған дейін жүрейік деп шешім қабылдады. Бір уақытта жанармай біткенде олар басқа барар жол жоқ екен деп өздерін өлтіруге келісті. Дэвид көліктегілердің бәрін, оның ішіне кішкентай баласын да атып тастады. Өзіне келгенде оқ бітіп қалып, ол көліктен шығып құбыжықтар тарапынан өлтірілемін деп ойлап тұрғанда тұман бітіп, оның артынан құбыжықтарды жойып келе жатқан әскерилер мен танктерді көріп өз ісіне өкініп, қайғырып тұрған жерден фильм аяқталды.